Саламатсыздарбы, мен Рустам кызы Айша Жапбек Мухаммедов атындагы нөмір 3 орта мектептин 8 сынып окуучусумун. Менин бүгүнкү шығармашылык жобага әкелген тақырыбым, яғни Қызылорда темір жол вокзалы және архитектурасы мен заманауи дамуы. Осы тақырыпта мен өзімнің шығармашылық жұмысым осы макетті әкелген болатын. Яғни бұл макетте қазіргі Қызылорда облысының вокзалы бейнеленген болатын. Және бұл тақырыпта, яғни мен ашатын тақырып, яғни бұл объектіде зерттеу объектісі Қызылорда темір жол вокзалының Қызылорда теміржол вокзалының үрдістері болып табылады. Және зерттеу мақсаты теміржол вокзалының архитектуралық мұрасын және қазіргі таңда заманға сай дамып жатыр ма, немесе мәдени және экономикалық маңыздылығын анықтау. Және зерттеу міндетіміз бізде зерттеудің 4 міндеті бар. Осы міндеттерді атап кететін болсам, біріншісі Қызылорда вокзалының яғни тарихи және архитектуралық ерекшеліктерін талдау және олардың уақыт ағымына қарай заманға сай дамып келе жатқанын анықтау келеді. Екінші мақсатымыз вокзалдың аймақтық және экономикалық мәдени өңірдегі рөлін анықтаймыз. Және вокзалдың этномәдени және инновациялық мазмұнын бағалау және оны сақтау жолдарын ұсынылып келеді. Және бұл вокзалдан біз көп тарихын білеміз бе? Өзіміздің сыр еліміздегі Қызылорда теміржол вокзалы, яғни Николай II патшаның кезінде 1900 жылы құжаттарға қол қою арқылы 1900 жылы құрылысқа рұқсат беріледі. Және 1902 жылы құрылыс толығымен басталып, 1905 жылы бір қабатты 897 метр квадратты вокзалы қолданысқа беріледі. Одан кейін 1969 жылы 3 қабатты вокзал өзгертіліп, яғни күрделі жөндеу жұмыстары өтіп, 1500 метр квадратты темір жолға айналады. Және бұл темір жол вокзалының архитектуралық ерекшеліктерін айта кететін болсақ, бұл біздегі вокзал орыс классикалық стиліне салынған және симметриялы қарапайым және берік формада салынған. Және бұл вокзалдың құрылыс материалдары жағдайына күйдірілген қызыл кірпіш, мырыш төбе, болаттан жасалған шатырлар келеді. Бұл вокзал дәлме-дәл 120 жыл жасалған болатын, сақталған болатын. Бұл 120 жыл сақталған вокзалдың сыры, яғни ерекшелігі сол кезеңде инженерлік, яғни ойлардың дамуын көрсетеді. және темір жол дәуіріне басталуы символы қарапайым және бірақ ұзаққа шыдайтын сәулет үлгісі болып келеді. Және келесі парттан кешірсек, яғни Қызылорда вокзалы, яғни тарихы осылай басталғанмен, қазіргі таңда вокзалдың көптеген өзгертулер, жөндеу жұмыстары өтілді. 2026 жылы сәуір айында 1500 метр квадрат асфальт төселген болатын. Және мен осы ескі және қазіргі таңдағы теміржол вокзалын ала отырып, өзім оймен сіздерге ұсыныс жасау арқылы, яғни осы Қызылорда теміржол вокзалының болашақ түрін ұсынамын. Бұл жолда, яғни Жапония және Германия вокзалдарына қарай отырып, өзіміз вокзал құрастырған болатынбыз. Яғни бұл жерде 7 қабаттан тұратын панорамалы әйнектерден жасалған және сырттарында күн сәулелері, яғни күн батареялары орналасқан. Бұл жерде еліміздің экономикасының дамуына бір үлесін қосады. Және бұл жерде адам сыйымдылығы, яғни күту залы үлкенірек болып келеді. Бұл дегеніміз біздің вокзалымыз тек қана жолаушылардың жолға мінер пойызға отыратын орын емес, бұл біздің қаламыздың экономикалық мәдени орны болып келеді. Және қорытындылай келе, мен осы вокзалымыздың қалай өзімізге елімізге әкелетін үлесін айта кетсек, қорытындылай келе, яғни бұл Қызылорда вокзалы тек қана вокзал емес, яғни жолаушылардың келетін орын емес, қауіпсіздік және ыңғайлық жағдайына қарай жолаушыларға жағдай жасалған жалғыз Қызылорда вокзалының нүктесі болып келеді. Және бұл сәулет өнері республикалық сақтау орнында болып табылады. Және бұл вокзал тек қана жолаушылардың мінетін орын емес, бұл біздің тарихымыз, бұл тарих, бұл бір сайт. Назарыңызға рахмет.